Сәлеметсіңдер ме жыр сүйер қауым? Әдебиет 7-ші сабақ. Бүгін біз сендермен Қобыланды батырдың 2-ші сағатын өтетін боламыз. Ендеше сабағымыздың мақсатымен таныс болайық. Бүгін сабақта біз шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу құралдарының мағынасын анықтаймыз. Суреттеу құралдары дегеніміз олар теңеулер, эпитет, ауыспалы мағынадағы сөздерді атайды екенбіз. Балалар, алдыңғы сабақта мен сендерге троп түрлеріне жай ғана сілтеме жасап өткен болатынмын. Ендеше бүгін троп түрлерімен жеке танысып, оларды талдау барысында пайдалануды үйренетін боламыз. Ал ең бірінші троп түрі ол әсірелеу деп аталады екен. Әсірелеудің өзі екі түрге бөлінеді екен. Оның біріншісі гипербола, яғни затты құбылысты ерекше ұлғайтып айту, үлкен қылып айту, түйме дейді, түйедей етіп айтатын жыр жолдарын біз гиперболалық көркемдеу құралы деп атаймыз. Ал литота, яғни екіншісі литота дегеніміз затты немесе құбылысты ерекше кішірейтіп айтуды біз гипербола деп айтаймыз. Мысалы, литота деген жерде, литотаға мысал келтіретін болсақ, темір найза тебендей дегенде, тебендей деген сөз осы литоталық сөз болып табылады. Себебі темір найзаны кішкентай ғана құбылыс етіп айтып тұр. Бізде найза ешқашан кішкентай болмаған. Батырлардың найзасы ең кем дегенде 2 метр. Оны килограммы өте ауыр темірден жасалатын батырдың қолға ұстар ең мықты қарудың бір түрі, үлкен қаруды жай ғана тебендей деп оны литоталық құбылыспен кішірейтіп айтып тұру. Яғни бұны біз осындай кішірейтіп айту жолдарын литота деп атайды екенбіз. Ендеше келесі эпитет. Эпитет дегеніміз балалар заттың немесе құбылыстың елестету үшін. Басты термин бұл жерде елестету үшін бейнелі түрде айтылуы. Мысалы, жай ғана қызыл алма дейтін болсақ, сендерге бұл жерде эпитет бола алмайды. Яғни сендер көз алдарыңа тек қызыл алманы ғана елестетесіңдер. Ал нағыз сол қызыл алманың бейнесін жасайтын сөздермен айтылса, мысалы, албырап піскен қызыл алма деген жерде міне осы эпитет болып тұрады. Яғни сендер албырап пісіп тұрған, ағашта ілініп тұрған кереметтей қызыл алманы көз алдарыңа жақсы елестете алдыңдар. Міне балалар, эпитет дегеніміз осындай болып табылады. Келесі теңеу. Теңеу бұл троптың ең оңай түрі. Теңеу дегенде, мысалы, айдай сұлу деген сөздегі айдай сөзі теңеу болып табылады. Немесе арыстандай айбатты деген жерде арыстандай деп арыстанға теңеп тұр. Не болмаса біз қыздарды гүлдей нәзік деп теңеп жатамыз. Яғни гүлдей деген сөз теңеп тұр. Қыздарды гүл сияқты деп теңеп тұр. Яғни дайдей, тайтей жұрнақтарының жалғану арқылы жасалатын сөздерді біз теңеу деп атайды екенбіз. Ал метафора дегеніміз балалар, бір зат пен екінші затты ұқсастығына байланысты ауыстырып айту. Мысалы, мен тұлпармын дегенде тұлпар сөзі метафора болып табылады. Не себепті метафора? Бұл жерде ұқсастықтарына байланысты ауыстырып айту. Мысалы, мен тұлпармын десе, ол адам өзінің бір тұлпардың мінез құлқы, өзінің түр сипаты, яғни айбынды күш жігері тұлпардай екенін біліп, өзін тұлпар сөзімен ауыстырып жеткізіп отыр. Мысалға, жаңағы айтты, мен тұлпармын деп. Ол адамның бойында сол тұлпардай жүйріктік, мықты қасиет болатын болса, тұлпар деген сөзбен ауыстырып айтылып отқан тармақты, яғни осындай кездескен тармақтарды ауыстырылған сөздердің
орны ауыстырылып айтылған тармақтарды біз метафоралық көркемдеуіш құрал арқылы жасалған тармақ деп атайды екенбіз, балалар. Сендерге троп түрлері түсінікті болды деп ойлаймын. Ендеше келесі бүгінгі өтетін жырымыздың екінші бөлімі Қобыланды мен Құртқа қыз туралы, яғни Қобыланды батыр Құртқа қызды қайдан жолықтырғаны, Құртқа қыздың жырдағы маңыздылығы туралы білу үшін мына бейнероликке назар аударайық. Эпостық шығармаларда батырдың өзіне лайық жары, тұлпары және тағы басқа көмекші достары болады. Батыр қанша күшті, қаһарман болса да, олардың жәрдеміне мұқтаж. Ол қиналған шақта немесе аяғын шалыс басқан кезде сол жәрдемшілер міндетті түрде көмекке келеді. Өзінің үйіне барайын деп жатқанда жолда Сүйінбай деген нағашы болып келеді. Соның жылқысына кезігеді. Сонда жаяғы Құртқа айтады: сенің мынау мініп жүрген атың саған жарамайды, Меңдат деген. Мына осының ішінде көкала бие бар. Соны сен сұрап ал. Ол құлындағанда сол тай буырыл болып шығады деп сөйлейді. Оған Сүйінбай риза болып өтіп, ой бір қылқұйрықты берген, қылқұйрық деп жылқыны айтады негізінде. Қылқұйрықты берген, онда тұрған не бар, алсын дейді. Батырдың ендігі бір адал көмекшісі әйелі Құртқа сұлу. Оның алдағыны болжай алатын керемет қасиеті бар еді. Осы қасиетінің арқасында ол өзінің күйеуін алда небір қауіпті жағдай бар екен айтып сақтандырады. Оған әрдайым кеңес беріп, қажетті жерде батырдың ақылшысы да болады. Жылқыны тәрбиелеудегі мына Құртқаның әрекеті өте тамаша нәрсе. Мысалы, басқа бір жырларда, мысалы, үлкен қарттар жылқыны тәрбиелесе, мына өзінің Қобыландысы үшін жанын қалмай, құлын өліп қалған биені қулық дейді. Соның үстіне емізеді, сосын қысырақ дейді. Соның үстіне егізеді. Жалпы жағы буырылды өте жақсы дайындайды. Қазақ ұлттық энциклопедиясында Қобыланды батыр жыры жайлы былай делінген: Қобыланды батыр мазмұны, идеясы, көркемдік ерекшеліктері жағынан бірқатар эпостық үлгілерден өзгеше. Жырдың сюжеттік желісінде түрлі дәуір оқиғалары жинақталған. Оның бір көрінісі Қобыландының Қыпшақ елінің жауы Қызылбастарға, екіншісі Қалмақ басқыншыларына қарсы күресі болып табылады. Керемет видео ақпарат түсіндік көрдік деп ойлаймын. Ендеше біз тауда бөліміне көшейік. Ол үшін мен сендерге мынандай бір үзінді, яғни жырдан үзінді алып бердім. Осы үзіндіні бірге оқиықшы кәне. Сонда буырыл гүледі, табаны жерге тимеді, тау мен тасты өрледі. Түнектен шыққан тайбурыл, көлденең жатқан көк тасты, тіктеп тиген тұяғы саз балшықтай иледі. Қарсы келген қабақтан қарғып басып жөнелді. Сеңгір таулардан секіре басып жөнелді. Асқар белдерден, айдын шалқар көлдерден, тобылғылы нұрадан, сексе өлді жырадан, жалғыз шауып жол шекті. Ал балалар, бұл үзіндіге сендер қандай тақырып қояр едіңдер? Ол бойынша тауда бөлімінде жұмыс жасайық. Келесі тапсырма, мен сендерге мына жерде 4 түрлі жыр үзіндісін ұсындым. Осы үзінділердің ішінен әсірелеу түрін тауып айтамыз. Ол үшін әсірелеу дегеніміз не екенін еске түсірейік. Келесі тапсырмада балалар, жыр үзіндісінен, яғни теңеу тәсілін табамыз. Енді тағы да есімізге түсірейік балалар. Теңеу деген не еді? Осы тапсырмаларды орындау үшін WhatsApp желісіне кері байланысқа шығайық.